Салам алейкум, менің атым Мүстем, Орал Білімат лицейіндегі 10 сыныбының тәрбиешісі, және бұл менің Dream Team, яғни өзімнің таңдаған ең сүйікті командам. Бұл командама ең біріншіден мен 4-3-3 атакующий стильдағы схеманы таңдаймын. Және соған ең бірінші менің үміткерім емес, таңдаған адамым ол қақпашы. Әрине ол 11-сыдағы Эмиль. Неге ол? Себебі ең бірінші келген күні футбол оқушылар арасында жақсы футбол қарағанда мен әрқашан вратарь қараймын. Еу қатты көзге түскен ең бірінші адамдардың бірі болды. Және де левый защитник ретінде 11 емес, 10 сыныбындағы алаңдаған. Неге ол? Ол ең біріншіден ақылды, сосын ойын жақсы читать етеді. Кішкене физика подправить, а такой мощный ойыншы болады. Центральный защитниктер Алматпен бітіріп кеткен тілегіміз, және өзімнің сыныбындағы Жанбек. Неге олар менің ойынды ең алғаш читать етіп, мені доп алып қойған кісілердің біреуі болды. Правый защитник ретінде 11 сыныбындағы Әділбек Тағам. Неге ол? Себебі оның техникасы өте жақсы, кішкене защитасы подправить ету керек. Және ең бірінші ол маған көзге түскені, өзім чемпионатқа алып барған кезде дубль жасап 1-0 отқаны 90 минуттан кейін 2 гол салып, командамызды алға қарай апарып, палеон ұшып кетті соған. Енді центральный полузащитниктер, оған мен өзім қатты ұнайтын бітіріп кеткен түлектерім Адам мен Аянды алсам деп ойлап отырмын. Себебі бүкіл футболда полузащитаға зависит етеді. Сол үшін Адам ең үлкен бір вариант деп ойлаймын. Себебі ол ойынды алға бастап бере алатын, команданы дух бере алатын. Сөйтіп президенттікке үміткер болды, бірақ болмай қалды. Екіншісі Аян Адамның қасына ең жақсы бір серіктес деп ойлаймын. Неге? Ол техника жағынан да, удар жағынан да контратаканы ұстап қала алатын бір жақсы игрок. Және ең маңызды бір футболдағы орын ол центральный атакующий полузащитник. Ол жерге ол өзінің классында мақсаттаған. Мақсат техника жағынан да, футболды түсіну жағынан да ең жақсы ойыншылардың бірі, менің ойымша. Мен спокойно оны Ройспен салыстырамын, бірақ Ройсқа жете алмайды бәрі. Левый вингер ретінде 11 сыныбындағы Олжас. Оның да ең жақсы бір характері, ол қайтпайды ештеңеден, тек қана жүгіре береді. Гол салатын голядор ретінде де ол болмайды. Ал ең главный центральный атакующий ретінде 11 сыныбындағы Әлішер. Неге Әлішер ол голядор ғой, кәдімгідей инстинкт хищника, любой момент салып тастай береді. Чемпионаттарда да көп, өзім судья болған матчтарда да көп көзге түскен. Енді правый вингер өзіміздің сүйетін, жақсы көретін, бәріне танымал. Өзіміздің жатақхана директорымыз болған Смайл ағай. Оның неге алған түсіндіріп керек емес шығар, бәріне белгілі. Ал өз Dream Team'нің бас бапкер ретінде главный тренер, конечно, ол Аймырзаби. Неге? Ол бәрін сындырып тастайды, спокойно, айырып тастайды. Так что ұтатынына 100% сенімдімін. Енді осыдан кейін осы бір челленджді жаңадан келген мұғаліміміз, математика мұғалімі Өркен ағай қалдырам. Өркен ағай жүрді.